Иә, тыңдап тұрмын. Біз өзіміздің инвестицияға арналған сервис жарнамамызды іске қостық. Адамдардың аз ғана салымдарынан оларға ғарыштық пайыз уәде еттік. Егер салатын ештеңесі болмаса, кредит алуға кеңес бердік. Қалай болғанда да бәрі өтеледі ғой. Содан кейін жалған жеке кабинеттерді жасадық. Ал жәбірленушілер ештеңеден күмәнданбай, өз салымдарының шарықтаған өсімін бақылап отырды. Шындығында ешқандай салымда өсімде болған жоқ. Біз олардың ақшасын өзімізге алып, ал олар жалған кестелерді бақылап отырды. Ақшаны, әсіресе қарыз ақшаны салмас бұрын алдымен бәрін жақсылап ойланып алыңыз. Қарыз ақшаны ешқашан инвестициялауға болмайды деген алтын қағиданы ұстаныңыз. Егер сізге ашық ақпаратсыз жылдам әрі жоғары табыс уәде етсе, бұл қаржылық пирамида болуы мүмкін. Есіңізде болсын, инвестициядан ақша табудың орнына сіз өз есебіңізден басқа біреуді пайдаға кенелту қаупін тудырасыз.